Шымда Израильде эки мадде боюнча өлім жазасы бар инсаниетlikке каршы жинайет ве девлет хайынлыгы. Израиль террористлер үшін өлім жазасыны көрсетecek ола. Бу канун лейхасыны мемлекетнің үкімран фирқасының етекчілері үгінлаштырды. Деп білдіре Франс Пресс агентлігі. Амелге кечірілмесі үшін весеканы парламентте 4 оқувда мақул көрмек кереклер. Шымда Израильде эки мадде айтып кетішкеніміз бу боюнча өлім жазасы бар. Инсаниетlikке каршы жинайет ве девлет хайынлыгы. Сонки сефер 1962 сенесі татбиқ етілген еді. Бу кадрларда сабығысы Забита Адольф Эйхман үзерінде кечерілген махкеме отырушының қысмы көстерелі. İnsanlarının ikinci Janjenki вақтында өлім лагерлеріне yollanılması için mesuliyetli еді. 1961 senesi İsrail mahkemesi Эйхманның инсаниетlikке қаршы cinayetleri için өлім жазасына mahkum etken еді.